Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Әдеттегідей бізде тағы да 3 тал сәлемдеме келіп қалған екен. Бісміллә деп шетінен бастап ашып көрейік. Қателеспесем қорғағыш әйнек бұл. Ішінде мынандай қосалқы жабдықтары бар екен. Не екенін білмеймін, оны көре жатармыз кейінде. Мына жақта өзі. Бұл Huawei P8 2017 телефонына арналған мынадай бір әйнек. Енді бұны мен өзім қалай орнату керек екенін көрсете алмаймын, өкінішке орай. Жалпы келіп отыр, бұның бағасы 263 теңгені құрап тұр екен. Жалпы келіп жетті, өте қуанышты. Ары қарай жалғастырайық. Келесі сәлемдеме бұл 782 теңге тұрады екен. Жақсы қаптаған, рахмет. Қай жағынан ашамыз. Үлкен рахмет, өте әдемі қапталған. Сатушыға. Жалпы бұл ұялы телефонды ұстап тұратын осындай құрылғы. Үстелдің шетіне жабыстырып қойып, телефонды мына жағына ілдіріп қойып, кино көргенге өте ыңғайлы осындай құрал. Сапасы жағына келетін болсақ, қазір көре жатармыз. Бұлай сынған еш жер жоқ, мына жерге тек жаңағы несі жабысып қалған. Бүйтіп басшағы өзіңізге керек жағдайда тұра алады. Мына жағына ұялы телефон қысып, мына жағын үстелге немесе жатқан кереуетке ілдіріп қойып, неше түрлі қызықтарды тамашалап отыруға арналған осындай құрылғы, құрал немесе. Сапасы өте мықты деп айта аламын, өйткені ешқандай бір ақаулық таппай тұрмын. Керемет, өте керемет. Сатушыға көп-көп рахметімізді айтамыз, өйткені өте әдемі қапталған. Соңғы сәлемдеме бұл AliExpress сайтынан ең қымбат тапсырысым. Бұл micro SD флеш-карт болу керек. Қателеспесем. Мінекей. Өз алғысын сатушы бізге білдіріп отыр, тауарын сатып алғанымыз үшін. Біз де ол кісіге алғыс білдіреміз. Және де қосымша мынадай micro SD-ді USB-ға айналдыратын мынадай кішігірім сыйлық ретінде беріп отқан екен. Үлкен рахмет айтамыз сатушыға. Micro SD флеш-карт 32 гигабайт, бағасын 3163 теңге тұрады. Мынадай адаптері бар. Және де SD флеш-картаның өзі. Енді ешқандай бренд емес бұл. Ақшаның жеткені осы болды. Шамасын жұмыс барысында көре жатармыз қалай істейтін. Бейненің аяқ жағында мен сіздерге бұл флешка істей ма, істемей ма, оны тексеріп көретін боламыз. Достар, мінекей менің ұялы телефонның жалпы жады 16 гигабайт, ал менде бос тұрған орын 357 мегабайт. Бұл флешка салғанға дейінгі жағдай. Қазір флешка салғасын қалай болатынын көре жатамыз. Micro SD флешкасын орнаттық. Жалпы micro SD-ді көріп тұр, 31 гигабайт, 31-28 гигабайт. Жалпы жады. Жаңа бір-екі сурет видео түсіріп көрдім, 31-19 гигабайт. Яғни әзірге жұмыс жасап тұр. Қаншалықты жұмыс жасайтынын енді көре жатармыз. Осымен бүгінге тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.